Саз вақиялары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева Чалышам. Хайырлы ақшамлар. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Фарос паркыны зиярет етті. Анда шымды бала лагерінің құручылығы кете. Қатырлатамыз Ярымаданын Женеби ялысында алып барылған ішлер жемаат арасында чеші давалар яратты. Сергей Аксенов бұл вазиетінің тавсиятларымен шахсен танышылды. Ойымды авто девамында Жемхурияттеки эпосы құручылықларыны тешкірмеге авали етті. Бонен берабер Қырым елбасшысы қайдетті Фарос паркында бала сағамлаштыру меркезі қанунлар бойынша құрылы. Қач-қат олajағы бозылмай. Паркқа кіріш ведіңізге ел ашық. Қырымда мемлекет бойынша COVID-19 хасталығы дарқалығы орта дәрежеден алчақ. ОРВИ хасталығы есе 22%-ға ексілді. Бұл ақта оператив штабның топлашуы кетешатында Қырым Жемхуриятының елбасшысы Сергей Аксенов хабар етті. Бізде бір hafta devamında 462 koronavirus hastası kaydolundu. Afsuski 34 insan helak oldu. Bir haftada 303 adam koronavirus yuqma hastalığı diagnozu ile hastahanege yatkızıldı. Коронавирус хасталығы дарқалуының экселеві хастаханелерді ятақлар фондыны экселтмеге ветті бимуйселеріні евелкі ішке қайтармаға имкан бере. Сонки вақытта уч тиби муэсесе план бойынша çalışып башлады. Бұл женк ветеранлары госпиталі Бақчысарай район хастаханесі ве Ахмежитнің екінжел оқсаханесі. Тасил саасында çalışқан хадимлер ве екемлер арасында хасталанған уч кереге эксілді. Сонки сутка девамында 199 адам коронавирустан тедавиленді. Ковид хасталығы 65 кішіде таздықланды. Бұл ақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов ичтисимай ағларындаки ресми сайфелерінде білдірді. Умумен Қырымда пандемия башланғандан берле 36 бинге якын адам коронавирус юқма хасталығына оғрады. Сутка девамында 6 кіші вефат етті. Бутын деверде есе 945 хаста вефат етті. 32 бинден зияды кіші тедавиленді. Эпидемияға қаршы тәдбірлер кечірілігі девам етті. Сергей Аксенов жемаат топланған ерлерде маскалар тақмаға, 2 метрлік хавсызлық месафесіні тұтмаға емереті. 18 яшлы Ахмежит Сакинаны терроризмге чағырулары ичун яқаладылар. Буақта Қырым Жумхуриеті ве Ақияр шәрі бойынша çalışқан Русия Федераль Хавсызлық қызметі идаресіндегі тақиқат бөлігінің матбуат қызметі хабар еті. Жинайы иш ачылды, шекленілген кіші еді елға апс етіле біле. Белі олды кешекленілген кіші интернетте терроризмні ақлы деп сайған малюматны нешір етмекеле бағлы қанунға қаршы файлетінен оғрашайды. Бештерек Зуя су чеку станциясында құручылық ішлері сонки басамақта. Бүгін чөйінші койының янында борулар için ойқал қаздылар. Тезден су топлаған баклар ерлештірележек. Эльмас Аблакимова девам етежек. Бірінші чомуч, чойынчы койынды яңы бору үшін ойқал қазыла. Бұл ерде Бештерек Зуя су yolundan Ахмежитке же борулар чекіле. Теренлікке 4 метр. Бұндан сон есе бору үшін ерні тешежеміз. Иш шейден яқшы кете. Тешік үш ерде қазылажақ. Бойле усулнен су yolunu yol тыбынден чекежеклер ве мұйым ер ұсты объектлерге тимежеклер. Борулар үшін ерні 140 метр теренлікте ер қазылажақ. Боруларны 5 терекко ерлешмесінден чекелер анда пайтақты үшін суыны 11 скважинадан чекіп чықарачақлар. Бештерек Зуя су yolunun проект бойынша күчі бір суткада яқын 70.000 кубометр су. Умуми ұзынлық 19 километр. Су чеку станциясының құручылығы екінлейджі басамақта. Алим Ситтаров объекте яқын вақыттан берлі çalışа, диварларны арматуранен қавилештіре. Трудимся для того, чтобы... Шерде вақыт су болмасы үшін тырышамыз. Су сақланылуы үшін резервуарларына енді кетірділер. Олардың бірінің ағырлығы 9 тонна, біріне 1000 кубометр су сығажақ. Резервуарлардан су пайлаштырыcı камераларға ақып кележек. Шымды мұнда темел қойыла. Андан су насос станцияға етіп баражақ. Насос теремелеріні япамыз. 150 тоннаға яқын топрақны сепеміз. Исрарнен çalışамыз. Кечкеджі. Мұддетте етіштірмек үшін. Бірінші кере суны апрель айында беріп бақмаға планлаштыралар. Объектны есе 2021 сене август айында эксплуатацияға тапшырачақлар. Ленуза Борсеитова, Эльмас Аблакимова, Саид Блиляев, Милет үшін Ахмежит районы. Қара деңіз флотының авиациясы 100 йыллығыны қайдеті. Бұл бөлікнің тарихы тап 1921 тене башланған еді. О заман ава флоты яратылығы аққында весиқа имзаланған еді. Улы ватан женкі йыллары Қара деңіз флотының ава бөлігі деңіз акваториясында рақыпке қаршы көрешмек үшін етекші күчлерден бірі олды.
Bir kaç dakikadan bu kanatlı maşina süratini 1 saatte 40-100 kilometrge arttıracak, sonra kökке ko'terilecek. Kanda ise tik pike, tutup aluvlar ve şartlı hava kureşa. В разные дни были поставлены... Çeşit günleri çeşit vazifeler koyuldu. Başında eskadrilyanı uruvlardan çıkarmak gerek edi. Hepsi uçaklar kökке ko'terildi ve havada rakipke karşı durmak gerek edi. Tünevin böyle vazife koyuldu. Havada istihbarat, yerastı deniz obyektlerini araştırıyor. Çok tonnalık maşina B-12 amfibiya uçağı Yar körfezinde su üstüne kona. Yuri Bondarev için Kara ve Azaq denizi tuvgan ev gibi. O suğa 100 kereden ziyade kondu. Karadeniz Flotu aviatsiyasının sabık müdiri pensiyada ayta ki, kanatlı maşinada uçularını unutmakның çaresi yok. На сегодняшний день Bugünkü günde Rusya'da B-12 aparatında uçan hiçbir uçucu yok. Men için bu vakit uçbalık uçuf edi. Sadece aytsam yengil uçuf. Deniz aviatsiyası Karadeniz flotunun en semereli bölüklerinden biridir. Uruvlar, suvastı kayıklar yok etülüvü, gemiler rifakat etülüvü. Tamam bu al Suriye'de bizim gemilerimizge kol tuta ve hafsızlıkını temin ete. Ve hatta oz bayramlarını kaydetken konu uçucular arbi vazifelerini beceriler. Linuza Bursiyitova, Millet için. 2021 senenin sonunacı Jankoy rayonunun Jadra koyunda bala bakçasını tapşırmağa planlaştıralar. Kurucular mühendislik kommunikatsiyalarını montaj eteler, monolit işlerde alıp barala. Bala müessesi Kırım İnkişafı Federal Maksadlı Programması amelge geçirilüvü çerçevesinde kurula. Bu koyda birinci ve ikinci bala bakçası olacak. Obyektni müddetten tapşırıp yetiştirecekler mi? Cevapını Güzel Mambetova bile. Jadra koyunun sakini Venera Yunusova yangi bala bakçası açılывını sabırsızlıqnen bekley. Şimdilik balasını komşu koyga taşımağa mecbur. Bu hem vaqtını ala hem de pandemiya vaqtında komşu tehlike yarata. Şimdi kemer balalarını Marinaga taşıylar. Kemerleri razı olmaylar çünkü avtobuslar, yollar ve balalar evde otura desek olur. Bala pek çok ve hepsi bu bakçanı bekleyler. Kurucular mesele tezden çizilecek dep söz bereyler. Bala bakçası Kırım Cumhuriyeti ve Akyar şehrinin inkişafı Federal Maksadlı Programması çerçevesinde kurula. Jadra koyunda kurulayatkan bakça 150 yerlik olacak. Bu iki katlı binanın umumi medanlığı 4000 kvadrat metrege yakın. Biz mında işler başlanğan vakit keçken sene yazının başında bulunğan edik. O zaman işçiler kuruculığının birinci basamağını başlay ediler. Şimdi көргенimiz bambaşka. Монтируются сети. Сув yolunun kanalizasiya çekili. Loz degen temizlev inşaatlar montaj etili. Kotelne azır. Tsokol kat yapıla. Svayalarnen devamlı vakit mesele oldu. Ama şimdi hepsi svayalar kakıldı. Temelinin tübü koyuldu. Стопа фундамента выполнена. Kendiler için gruppalardan gayrı mında beden terbiyesi ve müzikal zalları, oyun odaları, logoped ve ruhiyatçı kabinetleri yerleşecek. Objekte 40 adam çalışa. Yoмкостlerini boşatamız. Atsev sepemiz. Kısımның riberi aytkanına göre kurucular işini grafikten evvel alıp baralar. Obyektni bu senenin sonunda tapşırmağa planlaştıralar. Наружные сети. Tışkı ağlar grafikimizde aprel ayından başlana. Biz ise bu işini tap noyabrda yaptık. Monolit boyunca grafikte olğanı gibi keti. Буквально день в день. Bu Jadra koyunda şimdilik birinci ve ikinci bala bakçasıdır. 2021 senenin sonunacı Jankoy rayonunda da iki bala müessesesi tapşırılacağı planlaştırıla. Güzel Mambetova ve Aziz Nimetullayev, Millet için Jankoy rayonu. Sak şehrinde miqyazlı kuruculuk devam eti bazı obyektler çalıştırılıp başlanmazdan evvel sonki teşkiruvlerine geçeler. Başkaları ise işler grafikten ogde keti. Şehir sakinlerinin nasıl dönüşmeler beklegen akta da Uçakhalov tarif edecek. Все хорошо, все устраивает. Много лавочек, горки есть. Sak şehrinde Gaynudinov sokağında yanı bala bakçası açıldı. O 5 katlı binanın azbarında yerleşi. Yakında bu azbar kapital şekilde tamir etilgen edi.
Азбарда әлбетте топрақ еді. Бұл топрақны алдылар, чақыл ве хум септілер, плитка төшеділер, қоралар, асфальт, парковка япылды. Біз әлбет пек мемнюнмыз. Ақ қайынлер отортылды, барде да пенжерелер түбінде гүллер сачacağımız деділер. Tamam şu sokakta Svetlichok adlı eski bala bahçesi yerinde yanısını kurup başladılar. Plan boyunca bahçe 2023 sene açılmak gerek. Ama dış hizmetçi işlerini bir yılga evvel yekünlemege planlaştıra. Kuruculuk federal maksadlı programı boyunca alıp barıla. Бізде шымда азырлық ішлер алып барыла ве esas бина демонтаж етіле көрген наскабы бина 90% бозылды. Шымды құружилық чөплігіні топлайлар. Яқын вақытта топрақ ішлеріне keçeceğimiz. Bu ise endi Sağ Gölü'nün yalısı. Mında yerli sakinler ve turistler için gezinti zonası yaratıldı. Бізде шымды азырлық ішлер алып барыла, ве esas бина демонтаж етіле. Көргеніңіз кебі, бина 90% бозылды. Шымды құружилық чөплігіні топлайлар. Яқын вақытта топрақ ішлеріне keçeceğimiz. О технологик шекілде ясалған, қиналып юрген гражданлар үшін де yol бар. Арабачықларны толдырмақ үшін күнеш батареяларына қошылмақ мүмкін. Her şey o kadar zemanevi ki, bu al gurur doğura. Men eminim, bugün Sağ endi Yalta şehrinin rakibi olabilir. Sağ şehri memuriyetinin yol başçısı Aleksandr Avdiyenko bildirgeni gibi, yalı kenarında bir adam gönlü istegen eglence tapabilecek. Tek bu obyektning territoriyasında 6 şadırvan, 9 bala meydanı yerleştirilecek. Bundan gayrı, şimdi da ziyaretler için açık kısımda 650 yerlik amfiteatr olacak. Bugünkü günde Sağ şehrinde federal maksadlı programma boyunca bir sıra global infrastruktur proyektler amelge geçirildi. Obyektlerinin ekseri kısmı kuruculukның sonki basamağında buluna. Yanartılgan yalı kenarı tek Kırımlılarını degildi, yarım adam musafirlerini de kovandıracak. Daud Чахалов, Дмитрий Низовой, Millet üçün Sağ şehri. Қырым Русия ile бірлешівінің 7 yıllığını қайт etmege azırlana. Қырым барының бір күні қатыра ташы. Біз o vaqqiyalardan faal iştirak etken qaramanlar hakkında malumat циклini devam etemiz. Олег Мокшин için Қырым barinde iştirak etuf 2013 sene dekabr ayında Kiyevdeki vaqqiyalardan başlandı. O vaqt maydanga karşı çıkkanlarının ilk toplaşuları başlanğan edi. O mitingde çıkkan 50'ge yakın adamның komandiri oldu. İstegenler pek çok edi. Bizim Kırımlılar öz noktayı nazarını bildirmege isteyediler. O vakit Ukraynada böyle vaziyet edi. Yani biz Kırımlılar ve Ukrayna, Rusiya, Ak-Rusiya ve Kazakistan'ın beraberlikte bir iktisadi meydandaydık. 2014 sene fevral 23 күні Қырым Devlet Şurası ögündeki meydanda Олег Мокшин birinci rotaga yazıldı. O zaman rotanın rehberi şimdiki Devlet Dumanın mebusu Mikhail Şeremet oldu. O Mokşinni birinci vзвод komandiri olarak tayinledi. O vakit 10 rota yaratılgan edi, olarның terkibine çeşit millet vekilleri kirdi. 2014 senesi 2-3 marttan başlap men referendum hazırlanılığı ve keçirilüvi boyunca Ahmezjet'te Demiryol Rayon Şurasının iş grupası terkibine kirdim. Adamlardan komissiyalar tertip eteydim. Umumen mesele yok edi. İstekliler bizim Kırım sakinlerimiz pek çok edi. Vakalardan gurur duyaydık çünkü her şey bizim iştirakımızdan geçti. Bizim devrimizde Ahmezjet Bala Klinik Hastahanesindeki nevrologiya bölügünün mütehassisleri öz burcunu eda etmekteler. Yıl Mossede 500'den ziyade bala tedavilev ve bakuvdan keçeler. Ekimler çeşit hastalıklarga karşı körüşeler. Epilepsiyadan bala cerebral paraliçinece. Fizio ve refleksoterapiya tedavilegen beden terbiyesi, masaj keniş kullanıla. Hastalardan biri Ruslan Seyitmemetov ekimlerden yardımı ve anasının kol tutuvu sebebinden şimdi onun alı bayağı yakşıca. Onun korantası o günde nasıl meşakatlar olğana hakkında bizim levhamız. Bu odada menim oğlumның ömürü geçe demek mümkün. Mında okuy, aşay. Uçke 4 metrlik odada 15 yaşlı Ruslan Seyitmemetovның күнлері keçe. Bu onun korantası yaşagan vagonчикның bir kısmıdır. Larisa Seyitmemetova koranta başı olarak mesken şarayetini eyliştirmege tırışa. İçtimai mekan nevbetini bekley. Kvartira ya da başka bir mesken da bermediler. Vagonчикте yaşayımız. Sürgün olunganlar yardımını da almadık. Bir şey olur degen ümittemiz. Larisa Seyitmemetovanың beraberlikte onun sakat ana babası yaşay. Babası işemeye insültini keçirdi. Anasının sınır adali miopatiya hastalığı var. 2 yıl evvelsi biz bu ailenin meseleleri ahtalifha çıkargan edik. Bundan son onlarının evlerine içtimai hadim yolan algan edi. Ekinci eline de yuvayık, Server ağa.
Хомшоодада есе мунтазам дерслер башлана. Руслан Сейтмеметов ДЦП диагнозы иле яшай. Оча баланын моторикасына дихат айра. Ярын пазылларнен çalışacak, масал ресымыны топлajak, моториканы арттырмага девам етеміз. Bundan гайры улкешінас китапны окуймыз, тапмачаларға жевап тапамыз. Егер квартира меселені яваш-яваш чезмек мүмкін олса, баланын сағылығы беклеп оламай. 13 елдан берли 6 айда бір кере. Руслан Сейтмеметов Ахмежит бала клиник хастаханесіндегі неврология бөлігіне келе. Тедавелев семерелі олғаны бірден көрене. Нетиженін мемнун олған Русланын экімі психоневрология бөлігінің мүдірі Елена Здырко. О умырының башында буюк адым атты. Мен үшін бұ ақылы көзлердір. Белкі тұрушы бек дүлбер көрінмес. Амма esасы конушув. Бұ жеттен оге кетті. Бөлікке реабилитация тетхихат doğru диагноз қойылуы үшін балаларны қоялар. Экимлер сыныр системасының хасталықларының ве эпилепсияның көрешелер. Біз аналарны, ана-бабаларны огретеміз. Балаларнын дәрс кечірмеге чунки хастаханеде тедавиленмектен гайры evde әр вақыт баланын оғрашмақ керек. Оның үшін білгі беруфде бөлігіміздің esas ішінден бірідір. Бөлігнің тарихы 1969 сенесінден башланды. О zaman шерде 3-ші бала хастаханесі құрылған еді. Балалар план іші бойынша әмді ажиле суретті хастаханеге ятқызыла. Әр ел мөсесіде 500-ден тәді бала тедавилене. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін. 8 март күні байрамыдар. Қадынларының yüzlerinde тебесімлер парылдай. Бедава қырқув перчемлер ве яқшы кейф қалқара қадын қызлар күні арфесінде колледжінің студентлері бөле хайырлауларына азырладылар. Тәфсилатлар ақында Лилия Ислямованың левхасы. Ахмесжетте хызмет көстеру ве дизайн САА колледжінің мезоны Диана Алиева чоқ балалы ананын сачыны мурекеп шекілде боялай. Эсас хысым ачықча тюске, уджылар есе хуюча тюске чеверілмек керек. Сач бояланғанда мен белесем отырған қадының істегіні назарға алмақ керек. Утанмайып, она не келешке ана айтасын. Мұтлақа бойле олмалы, вете кефиетлі бояларнен çalışамыз. 8 март байрамы афресінде колледжінің мезунлары чоқ балалы, келері аз олған яда ағыр вазиетке оғырған қадынлар үшін акция кечерелер. Акцияның іштиракчылерінден бірі Галина Семенова. Мені қырқанларны пек бегендім ерше тынч, нормаль ерше мен істегенім кібі олды. Мен тамам бойле айтқан едім. Егер дәвет етселер, мен әлбетте невбеттеке сеферді келерім. Ярдым етмеге де ер вақыт разым. Бұндан велки акцияны халқара дүлберлік күніне бағышлаған еділер. Бойле тедбирлеріне олдықша сық кечірмеген етленелер. Біз жетведлеріні топлайжамыз, ичтимай қызметлерінен конушажамыз, оныларнен субет алып барамыз. Олар бөле қоранталарнен çalışалар ве бөле қызметлер костырылығы үшін жетвеллер тізежеклер. Умумен акцияда 20-ге яқын қадын іштирак етті. Зияретчілер чоқ олмасындан қачмақ үшін оларны колледжінің екі корпусына бөлділер. Мына бөле әдеттен тыш шекілде колледжінің мезунларны қадынларны келе ятқан байрамнен қайырладылар. Бүгінгі мұсафирлер әвлеріне яқшы кейфнен ве yüzlerinde тәбесумнен қайталар. Лилия Ислямова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Біз ватандашларымыз экімлер аққында рубрикамызны девам етеміз. Бүгін сізні Гүлнара Меметова еле таныш етеміз. Аллерголог-иммунолог тәжірибесі бұйық. Бұл зинаатының хусусетлері аққында мұхберлеріміз тариф етелер. Бембе яз кабинетте бізні енді Гүлнара Меметова беклей. 1990 сене Орта Асияда тибби педиатрия институтыны бітірді. Қырымға қайтты. О девернің меселелеріне раст келді. Инфляция, иш ерлері етішмемезлігі, кадрлар сайысы эксальтілуі. 2001 сенесі Гүлнара ханымны ескі Қырым хастаханесіне иммунолог-эким вазифесіне давет еттілер. Занимались в основном, конечно, прививками. Эсасен ашыламаларнен, эсабатларнен уğraşaydık. Bir ekim profilaktik işke rast kele. Vakцина профилактиканен uğraşa. Bu yönelişte tereň çalışmaga isteredi. Bu mevzunu öğrenmek, adamlarga yardım etmek. О зенат yolunu неден башлағанына Гүлнара ханым тебесумнен хатырлай. Чешіт ағырлықларға бақмадан, о ең қиметлі шейні елде етті. Бұл тәжірибедір.
Тағдыр шöyle буйра ки, адам бір басамақларны кече. Кемеріде қолайлы олмай. Егер сенің қаршына бөле шей чықса, демек сен бұны кечмек керексін. 2015 сене Гульнара Меметова иш еріні деңіштірді. Ескі Қырымдан Ахмезжит шейір хастаханесіндегі мектеп чағынажы мектеп бөлігіне кечті. Ама тезден кенеде иш ерлері эксілді. Келечек адым Ахмезжит шейір бала клиник хастаханесінде зенаты бойынша иш ве бу иш 1,5 ел девам етті. Мен үшін бұ иш пек мерақлы олса біле, икемлер әпсі поликлиника ұшы бұне олғаныны яқшы білелер. Бұ пек ағыр чунки чок весикалар ресмилештірілівінен бағлы, адам пек чок, қабылға вақыт аз. 2018 сенеден берлі Гульнара ханым Ахмезжиттегі тібби меркезде чалыша. Иш графигінде бош вақыт пек аз олса біле, вақыт зенадашларына тевсие бермек, ярдым етмек ве қол тұтмақ үшін вақыт тапар. Гульнара Ибрагимовна Джей Пынсан қадын оларақ әмді ойсышының ұстасы. Әпсі аналар оны пек севелер. Обызды педиатр ве аллерголог иммунолог екем оларақ чалыша. Ана бабаларнен әмді балаларнен тіл тапа. Оңа мемнуниетле келелер. Гульнара Меметованың вазифесі диагнозны доғыру қоймақ ве ең семерелі тедавилев курсыны тайынлемектір. Ана бабалар вейкемлер арасында сық бақ олмалы. Ана бабалар есе ой севесінде білгілі олмалы. Олар баланы сағламлаштырмақ ве иммунитетні пекітмек үшін не қадар бұйық ішіні беджеріп олғанларыны атта білмейлер. Яқшы ким вақыт ярдым ете біле. Ама тек бұйық тәжірибесі олғанлар, керчектен де юксек мутехассыз ола білелер. Дауд Чахалов, Азиз Неметулаев, Миллет үшін. Бүгінге бұйыпысы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.